Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Бүгінгі сабаққа дайынсыңдар ма? Өте жақсы. Ендеше сабағымызды бастаймыз. 89-ші сабақ математика пәні. Сабағымыздың тақырыбы құрылымы күрделі теңдеулер. Сабақ мақсаттары. Сен білесің, көбейту мен бөлуге берілген құрылымы күрделі теңдеулерді шешіп үйренесің. Қанекей балалар, теңдеу дегеніміз не еді? Еске түсіреміз. Ендеше балалар, теңдеу дегеніміз құрамында белгісіз әрпі немесе айнымалысы бар теңдік теңдеу деп аталады. Мысалы, 2 қосу x тең 5, 3a қосу 5 тең 11. Теңдеудегі әріптің орнына қойғанда, оны дұрыс теңдікке айналдыратын сан теңдеудің шешімі немесе түбірі деп аталады. Мысалы, 3 қосу x тең 5 теңдеу 2 саны, 3 қосу x тең 5 теңдеуінің шешімі болады. Себебі теңдеудегі x-тің орнына 2-ні қойсақ, 3 қосу 2 тең болады 5. Дұрыс теңдігін аламыз. Олай болса, 2 саны берілген теңдеудің түбірі. Қане балалар, көріп тұрғандарың қандай теңдеу? Өте дұрыс, бұл жай теңдеу. Ендеше осы жай теңдеуді шешіп көрейік. X көбейту 30 тең болады 210. X дегеніміз белгісіз мүше. X тең деп аламыз, 210-ды 30-қа бөлеміз. Яғни теңдіктің сол жағындағы амал, оң жағына түскенде кері амал болады. Яғни көбейту тұрса бөлеміз. X тең болады 7. Енді тексеріп көрсек, 7-ні 30-ға көбейтсек, 210 болады. Ендеше балалар, алдарында x көбейту жақшаның ішінде 5 көбейту 6 тең 210. Бұл құрылымы күрделі теңдеу деп аталады. Математикада оны ықшамдау қажет деп айтады. Яғни қарапайым түрге келтіреміз. Оны қалай орындауға болады дейсіңдер ғой. Сен оған 2 теңдеуді салыстыра отырып жауап бере аласың. Теңдеудің сол жағындағы көбейтуін табу қажеттігін түсінген шығарсың. Қане балалар, енді құрылымы күрделі теңдеулерді шешіп көрейік. X көбейту жақшаны ашамыз, 5 көбейту 6 тең 210. Содан кейін біз өзімізге таныс теңдеуді аламыз. Оны шешу оп-оңай. X деп отырғанымыз белгісіз мүше. Жақшаның ішіндегі 5 пен 6-ның көбейтіндісі 30 тең 210. X тең дейміз. Теңдіктің сол жағындағы таңба, яғни көбейту қарама-қарсы таңбаға айналады. Яғни 210-ды 30-ға бөлеміз. X тең 7 болады. Сызық сызамыз, тексереміз. X-тің орнына 7-ні қоямыз. 7 көбейту жақшаның ішінде 5 көбейту 6 жақшаны жабамыз. Тең 210. 5 пен 6-ның көбейтіндісі 30. 7-ні 30-ға көбейтсек 210. 210 тең болады 210. Демек, біздің теңдеуіміз дұрыс шықты. Балалар, мұқият орындасыңдар, келесі кезекте тапсырма берем, соны орындай қойыңдар. Жақсы ма? 3-ші есеп, теңдеуді шешіңдер. Балалар, осы 2 есепті шығарамыз.
Ал енді оқушылар осы теңдеуді тексерейік. Бірінші, x көбейту жақшаның ішінде 25-ті 5-ке бөлеміз, жақшаның жабап тең 350. Келесі теңдеу x k қосу 20-ны 4-ке бөлеміз, тең болады 500. Балалар, сендерде де 350 мен 350 бірінші есепте тең болды ма? Екіншісі 500 мен 500 тең болды ма? Тең болса, сендердің есептерің дұрыс. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.